қосылды. Машалла. Так, давайте ең бірінші дәрістің структурасын түсіндіріп берейін, иә? Иншалла, не өтеміз, қалай өтеміз. Ең бірінші, Алла жазса біз деген осы Хумаза сүресінің тәпсірін көреміз. Сөйтіп бар, бұл бізде тәпсірдің өзінің структурасы бар. Ары қарай хатым дұғасын жасаймыз. Тәпсір дәрісіне қатысқандар бар ма? Онлайн, зумда. Бір адам, бірнеше адам. Онда білесіздер ғой, то, что хатым жасалып жатыр деп айтқан едік, ұстаздармен. Вот сол хатым дұғасын жасаймыз, дәрістің соңында. Иншалла, дәрісімізді аяқтаймыз. Давайте олай болса бастайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма джа'ал минал лазина аману ва амилус солихат ва тавассау бил хақ ва тавассау бис сабр. Амин я раббил аламин. Так, дәрістің регламентін былай жасайық, былай келісіп алайық аудиториямен. Монолог болмайды бізде. То есть мен ғана сөйлемеймін. Онлайн сабақтар диалог болады. Мен сұрақ қоям, бақта дұрыс, бұрыс деген жауаптар жоқ. Білгенімізбен бөлісеміз. Хорошо? Келістік қой? Окей. Қараңыздар, бізде жалпы структура. Бүкіл ілім дұрыс қону үшін бізге бір структура қажет, система қажет. Хумаза сүресінде, в целом басқа сүрелердің барлығы біз деген мынау бірнеше сұраққа жауап беріп қарастыратын едік. Ең біріншісі бізде аспабу нузул. Аспабу нузул деген не еді? Кім қатысты дәріске? Аха, әрбір сүренің түсу себептері бар. Қандай оқиға байланысты түсті, иә? Осыны талдаймыз. Екіншісі хикметтер. Әрбір аяттан нені аламыз? И үшіншісі этимология. Этимология деген не нәрсе бізде? Кім біледі? Этимология деген сөздің түбірі. Қандай мағынадан шығады? Я? Өте маңызды. Араб тілінде білесіздер ғой. Араб тілінде біз всегда дәрістерде айтамыз. Давайте қайтып офлайн түрде айтайық. Араб тілінде бізде 10 миллион-12 миллион сөздік қор бар. 10-12 миллион. Бізде қазақ тілінде салыстырмалы түрде 1 миллион сөз бар. Елестетіңіздер, араб тілі біздің ана тілімізге қараған кезде 10 есе тереңірек. И бұяқта 10 миллион сөздің арасында ешқандай синоним жоқ. Бір қызығы араб тілінде. Не үшін Құран арабша түсті десек, осы жауап. Потому что тіл деген өте детальный, өте бай. Ең бай тіл әлемдегі. И осыған байланысты әрбір сөздің мағынасы, мысалы, Алла тағала не үшін осы сөзді қолданды деген сұрақ қоятын болсақ, оған как раз этимология сөздің түбірлері жауап береді. Иншалла осыны талдаймыз. Хорошо? Осындай үш структура. Жалпы сұрақ, Хумаза сүресі қандай сүре? Меккелік па, мединалық па? Меккелік. Қанша аяттан тұрады? 9 аяттан. 9 аяттан. Хорошо. Хумаза сүресі жалпы айтқан кезде не жайында? Хумаза ол хотама. Аха, Хумаза? Дүниеге беріліп кету. Хумаза деген сөздің өзі қандай мағынаны береді? Так, білу үшін келдік десеңіз, ше? Машалла. Хумаза деген бізде жаман сөз айтатын адамдар деген сөз ғой. Орысша бағана переводтарын қарайтын болса, хулитель деп аударады, бағана жаман сөз айтатындар. Жаман сөз айтатын дейді. Жаман сөз айтатын. Жалпы кіріспе ретінде тоже түсіндірейік. Хумаза сүресі тозақ жайындағы ең ауыр сүре деп те айтады. Не үшін? Себебі бұяқта бір аят бар. И ол аятты Алла жазса талдаймыз, сол үшін дейді. И реттілік бойынша тозақ жайындағы ең соңғы сүре дейді. Хумаза. Хумаза сүресі не үшінші сүре бізде Құрандағы? 104. Я? Машалла. Құранда вообще қанша сүре бар? 104. Осыдан кейін 105, 106 ары қарай уже тозақ жайында айтылмайды. Түсінікті? Ең соңғы сүре. Енді қараңыздар. Аспабу нузул түсу себептеріне келетін болсақ, бізде мынандай бір екі кісі болған. Валид ибн Муғира деген тарихта. Естігендеріңіз бар ма? Кім бұл? Валид ибн Муғира. Кімнің әкесі? Машаллах, керемет. Валид ибн Муғира, Халид ибн Валид. Сөйтіп барып, тағы бір кісі бар. Ахнас ибн Шурейх. Ахнас ибн Шурейх.
Жалпы муфассир ғалымдардың ойы бойынша асбабу нузульда осы екі кісіге байланысты түскен деп айтады сүре. Бұл кісілер кім дегеніңіз? Халид ибн Валидті білесіздер ғой? Кім біледі Халид ибн Валидті? Айтшы, қолыңызды көтерейік. Кім естіді Халид ибн Валид жайында? Бір адам, екі адам. Субханалла, қалай білмейміз Халид ибн Валид? Үлкен сахаба ол. Үлкен сахабалардың бірі. Халид ибн Валид деген ер адамдарға бұл қызық болуы мүмкін кісі айтайын. Жалпы тарихта екі жауынгер бар дейді, екі қолбасшы бар дейді. Ешқандай соғыста ұтылған жоқ. Елестетіңіз. Өзі қатысқан немесе өзі басқарған шайқастарда ешқашан ұтылыс көрмеген. Ол деген ең біріншісі Халид ибн Валид болса, екінші Шыңғыс хан дейді. Представляете, осы тарихта екі адам бар, қалған барлығы бір рет болсын ұтылған дейді. Түсіндіре алдым ба? Халид ибн Валид Сайфулла деп айтады, Алланың қылышы дейді. Өте белгілі сахаба, өте мықты сахаба. Сол кісінің әкесі ғой Валид ибн Муғира. Валид ибн Муғира. Ахнас ибн Шурайх деген тоже белгілі кісі, кейін сахаба болған. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам өте көп тілмен бағанағыдай, неқта айтты ғой, жаман сөз айтатын, тілмен тиісетін болған ғой. Осындай бір кісілер жайында түскен дейді. Бірақ жалпылай айтатын болсақ, Хумаза деген тек қана бұл кісілер жайында емес, бүкіл адамдарға да қатысты. Жеткізе салдым да? Жеткізе салдым. Так, хорошо. Жазып отырсаңыздар болады, күшті болады. Потом осының бәрін подытожить етеміз, сұрақ жауап жасаймыз. Алла жазса. Так, давайте енді кіріспе жасап жатырмыз. Неқта Құранмен көрсете салайын, е? Құранның бір реттіліктерін. Мысалы қараңыздар, мынау бізде 601 бет Құранның. Хумаза сүресі, енді Құранға түскен адамдар, Құран күнделікті оқитын адамдар байқаса керек. Неқта Хумаза сүресі өш жерде тұр. Оның үстінде Аср сүресі тұр. Аср сүресі бізде не жайында? Уақыт деп аударылады. Аср, аха. А мағынасы не жайында? Қалай? Айта беріңіздер, қысылмаңыздар. Ант ету. Аха, уақытпен ант етеді. Ары қарай? Аср сүресін күнделікті намазда оқимыз ғой. Аср сүресі қалай қасіретке түспеу керек сол жайында ғой негізінде. Иннал инсана лафи хуср, расында адамзаттың барлығы қасіретте дейді. Илля лазина аману, амилус салихат, ва тавассау бил хақ, ва тавассау бис сабр. Төрт сипатты келтіреді. Осы төрт сипатқа амал еткен адамдар қасіретте болмайды дейді. Дұрыс қой? Яғни Аср сүресінде қалай қасіретке түспей жетістікке жетуге болады сол жайында айтылады. А Хумаза сүресінде қалай мынау нәрселерді жасап тозаққа түсуге болады. Соны түсіндіреді. Мынау 104 болатын болса, мынау 103. Түсінікті да? Реттілік бойынша. Машалла, кеттік ары қарай. Жалпы, давайте Құранды ашайық барлығымыз. Бағана неден? Телефоннан. Құраннан қарап отырайық. Мағыналарын барлығын. Так. Давайте бір оқиық да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. Аллази джама'a мала ва аддада. Яхсабу анна малаху ахлада. Калла лаюнбазанна фил хутама. Ва ма адрака мал хутама. Наруллахил муқада. Аллати таттали'у алал афида. Иннаха алейхим муқсада. Фи амадим мумаддада. Садақаллаху лазим. Мұны оқығаннан бір нәрсе байқадыңыздар ма? Андай, говор жағынан. Қалай андай, жіңішке жай оқылатын сүре ма, или кішкене жуандау, ауырлау сүре ма? Жуан, ауырлау, я? Мынау айтып жатырмыз ғой бағана араб тілі жайында ше. Араб тілінде бізде қанша сөздік қор бар дедік? 10-12 миллион сөздік қор бар, я? Тура сол секілді араб тілінің бір ерекшелігі бар. Араб тілінде қалай естіледі, сондай мағына береді. Мысалға келтірейік, оны біз неде тәпсір дәрістеріне тоже келтіреміз. Сіздерге екі мысал аудиторияға. Қараңыздар, екі сөзді айтам, арабша. До, ро, бә. Біріншісі. Екіншісі, мәссә. Екеуінің естілуі екі түрлі. Бірақ екеуінің біреуінің мағынасы бастан сипау, біреу бастан ұру. Қайсысы бастан ұру, қайсысы бастан сипау деп ойлайсыздар? Біріншісі ұру ма? Естіліп тұр, до, ро, бә. Мәссә деген бастан сипау сияқты. Понимаете? Араб тілінде тура сол секілді қалай Құран оқылады, естіледі, тура сондай мағына береді. Сол үшін бізде Құранда қараңыздар, махраж деген нәрсе бар, тәжвид деген нәрсе бар, келесі нәрсе мақам деген нәрсе. Мақам деген Құранда қалай оқисың, қандай ырғақпен оқисың. Фи амадим мумаддада. Ауыр естіледі. Значит, бұны ауыр айту керек. Түсіндіре алдым ғой да?
Машалла. Енді қараңыздар, давайте бисмилля деп бірінші аятқа тоқталайық. Бірінші аятта уайлу ликулли хумазати лумаза. Аудармасы. Давайте бір кісіні алайық, кім бізде күшті оқиды қазақша? Ханым, давайте сіз оқыңызшы. Ханым, кім бізде? Давайте. Кім оқи алады қазақша? Давайте сіз оқыңыз аудармасын. Иә, бірінші аятта. Так, қалай? Бүкіл? Хорошо. Қараңыздар. Біз араб тілі тұрғысынан да разбирайсыз, рухани тұрғыдан да. Уайлу ликулли хумазати лумаза. Уайл деген бізде бақытсыздық деген сөз ғой, горе, печаль, несчастье деген сөз. Понятно, да? Неқа горе деп алайық. Уайлу ликулли бүкіл хумазати лумаза. Неқта бізде екі сөз бар, хумаза бар и люмаза бар. Хумаза мен люмаза болған адамдардың барлығына не болсын дейді? Горе, өкініш болсын дейді. Уайл деген сөз Құранда 27 рет келеді. Горе деген. То есть Алла Тағала 27 түрлі адамның типына горе болсын дейді. Понимаете? Мысалы қараңыздар, Құранға қарайтын болсақ, Құран өте күшті ғой, негізінде симметриясы өте күшті. Мысалға делік Али Имран сүресінде мынандай бір пример бар да, мынаяқта Роббана, 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 Роббана деген сөз келеді. Я Раббым, я Раббым, я Раббым деп, фаджаба лахум роббухум. Сөйтіп олардың Раббы соларға жауап берді деп тура ортасында келеді. Али Имран сүресінің бір кереметі. Симметрия Құраны да. Мынаяқта да тура сол секілді. Мынаяқта уайл деп басталып тұр ғой. Горе деп тұр. И мынаяқта симметриясына қарайтын болсақ, Маун сүресінде уайлу лил мусоллин деген тоже келіп тұр. Мынаяқта жаман сөз айтатындарға горе болсын десе, мынаяқта намаз оқитындарға горе болсын дейді. Намаз оқитындарға не үшін горе? Аллазина хум ан салатихим сахун, которые намаздарын небрежный, намаздарына мұқият танытпайды, оқымайды, ұмытып кетеді, ұйықтап қалады, ерінеді дегендерге горе болсын дейді. Түсіндіре алдым да? И қараңыздар, бізде екі түрлі ақы бар ғой. Ең бірінші қандай ақы? Алланың ақысы. Сөйтіп адамдардың ақысы. Егер адам деген біреу жамандайтын болса, ол Алланың ақысына кіре ме, адамдардың ақысына ма? Ал егер намазын оқымайтын болса? Видите, как параллельдер стоит? Түсіндіре алдым ба? Мынаяқта намаз оқымай Алланың ақысына кіретін болса, мынаяқта адамдардың ақысына мынау екеуі параллель келіп тұр. Жеткізе алдым ғой да? Параллельдер. Вот. Хорошо. Енді біз екі түрлі адамға, получается, Құранда екі түрлі адамға уайл болсын дейді, горе болсын дейді, хумаза және люмаза. Давайте опять-таки, мынау логикаға сүйенейік, қалай естіледі, сондай мағына береді. Хумаза. Люмаза. Біреу бетке айту, біреу арттан айту, жаман сөзді. Қайсысы бетке айту, қайсысы арттан айту? Қалай ойлайсыздар? Хумаза бетке айту. А люмаза? Наоборот, қараңыздар. Ха деген әріп бар ғой. Араб тілінде үш түрлі х бар ғой. Білесіздер ғой махражда. Қандай халар? Тамақтың жоғарысына шығады. Хо, ха, ха. Мынау ха, Аллах. Аллах. Альхамдулилля, хамд. Үш түрлі. Вот тура сол секілді мынаны қараңыздар. Хумаза. Хумаза. Жуан естіледі ма, жіңішке ма? Жіңішке естіледі? Хумаза. Хумаза. Тыныш, тыныш. Адам бетіне айтылып отқан жоқ, артына айтылып отыр. Хумаза отыр. Жеткізе алдым ба? Люмаза деген қалай естіледі? Как будто пышақ тыққан сияқты естіліп отыр. Ана бетіне адам шапалақ береді ғой, тура сол секілді естіліп отыр. Люмаза. Адам бетіне айтып отыр да жаман сөзді. Жеткізе алдым да? Иә. То есть Алла Тағала мынаяқта жаман сөз айтатындар деп жалпылай айтса, иә, хумаза сөз осы жайында болса, мынаяқта уже типтер кетті. Хумаза мен люмаза. Хумаза деген қандай болды сонымен? Да, ғайбаттайды, артынан айтады. А люмаза? Бетіне айтады. Бізде еще анандай бар ғой, мен оны бетіне де айта аламын дейтіндер ше. Ол дұрыс емес, ол артынан да айтып дұрыс емес, бетіне де айтып дұрыс емес. Егер ол айтатын болса, ол кезде уайл, қайғы, горе деген сөз. Енді хорошо, бірінші аят түсінікті ғой, бірінші аяттың этимологиясы. Енді давайте екінші аят. Аллази жамаа маля ва аддада. Аудармасын давайте оқып жіберейік. Мал жиып, оны санағандарға. Так, енді қараңыздар. Ұзақ. Қай жерден ашады? Құран кезет. Құран кезеті, олар мал дүние жиып, оны ешкімге бермей, ашкөздікпен қайта-қайта санай береді, әрі байлығымен масаттанып, өзгелерді өзінен төмен санап, қор көреді дейді. Хорошо. Давайте енді. Шын айтайын ба?
қазақша оқып отырмын ғой қазір ше, маған қазақша түсіну қиынырақ, арабша оқыған оңайырақ, арабша түсінгеннен кейін. Сол үшін мен қатты рекомендация беремін, арабша үйреніп алған дұрыс. Арабша Құранды түсінген гораздо легче, гораздо легче. Арабша оқуға да ұзақ уақыт кетпейді. Ағылшынша 5 жыл оқыдық қой бәріміз мектепте. Енді қазіргі уақытта ше, арабшаға бір жыл оқитын болсаңыз, Құранды басқаша түсінетін болсаңыз, Құранға деген көзқарас өзгеретін болады. Вот. Енді қараңыздар, бірінші аятта не деді Алла тағала? Жоқ, өз сөздеріңізбен айтсаңыздар. Не түсіндіңіздер? Айта беріңіздер, давайте, ұялмаңыздар. Арттан айтатын, бетке айтатын адамдардың барлығына не болсын дейді? Өкініш болсын дейді, уәйіл болсын дейді. Енді просто статистикамен салыстырып көріңіздер, адамдардың қаншауы ғайбат айтады, қаншауы жаман сөз айтады, қаншауы өтірік айтады. 100%-тан алатын болса. 50%-тан көп па? 60%-тан көп па? 70-тен? 80? То есть, видите, егер олай қарайтын болсақ, онда бүкіл адамзаттың барлығына горе болсын деген сөз ғой. Ол кезде Құдай сақтасын, бізде под эту категорию попадаем бар ғой. Алла сақтасын ондай нәрседен. Демек, уәйіл деген сөзде бұяқта уточнение бар, который келесі аятта жүреді. Әлләзи жамаа мәлі ва аддада. Аудармасы өзінің байлығын жинайтын и қайта санайтын адамға горе болсын дейді. Жеткізе алдым ғой да? Вот. Енді қараңыздар, мыяқта екінші аят, мыяқта бірінші аят дейік. Екінші аят бізде мал жинайтындар и оны санайтындар да. Мал жинау және санау. Мал жинау жаман ба? Қалай ойлайсыздар? Жақсы ма? Мал жинау жақсы. Машалла, күшті. Аха. Не үшін онда бағанағыдай мал жинау как будто бір жаман контекстте келіп тұр? Сараңдық. Тәкаппарлық. Мен ақшам көп болатын болса, значит, ол адам төмен, мен бетіне де артынан да айта берем деген мағына ғой. Хорошо. Қараңыздар. Мынандай адамдардың арасында конфликттер болады ғой. Конфликттердің көпшілігі ақшаға байланысты. Байқайсыздар ма? Адам бір нәрсе қарыз алса, қарыз берсе, сатып алса, сатса, немесе бір келісім шарт дұрыс емес болса, көбісінде бағанағыдай ақша. Құрандағы ең ұзын аятты білесіздер ғой? Не нәрсеге қатысты? Қарызға қатысты. Понимаете? Құрандағы бір беттік аят, ол деген Бақара сүресінде как раз таки қарызға қатысты ғой. И вот осындай. То есть бүкіл бетке де артқа да айтатын адамдарға уәйіл болсын, бірақ қашан олар айтады? Ақшалай қарым-қатынаста дұрыс емес болған кезде айтатын адамдарға дейді. Жеткізе алдым ба? Так, давайте более нені берейін? Более конкретный примерлар берейін. Мысалы, Асбабун Нузулда Валид ибн Муғира, Ахнас ибн Шурайх деген адамдар жайында айттық қой. Елестетіңіздер, Мекке 7-ші ғасыр. Меккеде пұттар бар. Қанша пұт бар? 365 делік. Мысалы 365 пұт бар. И уақытта көп адамдар туризмға келеді. Бағанағыдай Қағбаны айналады, қазіргідей тауаф жасайды. Ол жақта бағана идолдар бар, статуэткалар бар, олар сатылады. Сөйтіп бар, оларға отель беру керек, оларға тамақ беру керек, су беру керек, жататын жерді. Бизнес қой. Үлкен бизнес қой. Ол бизнестер кім жүргізіп отыр? Осы кісілер жүргізіп отыр. Бәрі күшті, бәрі жақсы. Енді елестетіңіздер, пайғамбарымыз алейхиссалам келеді да, мынау идолдардың бәрі өтірік дейді. Мынау кісілер несі бизнестер тоқтай ма? Тоқтаса олар не істейді? Хумаза мен люмаза болады. Логично ма? Түсіндіре алдым ғой? И бізде де сондай да. То есть мысалға делге елестетіңіз, адам деген өзі бір пландар құру мүмкін. И ол пландар жүзеге аспайтын болса, возможно, бізде де андай хумаза мен люмаза бір сипаттар оянып кетуі мүмкін. Сонда ғой? Мысалы елестетіңіз, пландап жатса бағанағыдай бәрі күшті болу керек. И мына жақта там бір нәрсе деп қалады, сен бағана қаржылай жасаған пландарың жүзеге аспайды, сол кезде не істейсің? Ол мынандай ғой, анандай ғой деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой сүре жайында? Так, хорошо. Малды жинау және санау. Бұяқта тоже маңызды нәрсе санау деген. Мысалы елестетіңіздер, Валид ибн Муғираның картинасын алайықшы, призмасын. Валид ибн Муғира, ол деген бағанағыдай көп статуэткалар сатады, идолдар сатады, отельдері көп Меккеде ше, бағанағыдай магазиндер, ресторандар көп. И ол деген қайта-қайта ақшасын санай береді деген сөз, қайта-қайта өзін пландай береді. Так, мен деген мынау нәрсені жасасам, так, ол маған қанша ақша керек? Менде қанша ақша бар? Менде қанша ақша жинау керек әлі? Мен оны сатып алсам не болады деген сияқты бір санау, бір иллюзияның арасында жүреді. Түсіндіре алдым ба? И давайте осы жерде 3-ші аятты оқиық. Яхсабанна малаху ахлада, аудармасы?
Аха, мал дүниесінің арқасында мәңгілік. Мәңгілік деген не? Бессмертие. В прямом смысле слова ма или же в переносном ба? Так, қараңыздар. Вечность, иә? Вечность тақырыбы. Так, елесетіңіздер, бір адамда кәсіп бар. Егер кәсіп всегда плюста болатын болса, кәсіп деген ол минуста болады, плюста болады, әртүрлі ғой. Всегда плюста болатын болса, это что дает ему? Стабильность. Стабильность дает ему счастье. Правильно? Мен ешқашан ауырмайтын болсам, это счастье? Мен ешқашан жаман көңіл күйде болмайтын болсам, стабильность дает счастье, понимаете? Яхсабу анна малаху ахлада, ол есептейді дейді, оның малы, он стабильность қалып келеді, то есть оны постоянный счастье қалып келеді. Түсіндірілдің ғой? Валид ибн Муғира, күшті адам, өте бай адам, да? Бағана, ол деген малын жинап жатыр, әртүрлі бір пландар құрып жатыр, и он қайта-қайта бағанағыдай реальностьтен, мен былай жасап тастаймын, былай істеп тастаймын дейді. И ол деген осы бір счастье, вечность равно счастье. Мынау өте маңызды. Құранның основной посылдарының бірі де вечность равно счастье. Вечность оно равно счастье. Осы нәрсені жеткізгісі келеді. И ол да ойлайды да, бағана оның малы оны бір бақыт қалып келеді деп. Правильно? И осы жақта картина полностью ломается тем, то, что пайғамбарымыз алейхиссалам келеді да, оның барлығы жоқ болады дейді. Оның барлығы жоқ болған кезде бұл кісі не істейді? Адамдарға хумаза мен люмаза бола бастайды. Түсіндіре алмай. И бізге де бұл үлкен бір сабақ. Вот представьте, современный реалиямен бір пример келтіріп көрейін. Nokia компаниясын барлығымыз білеміз ғой. Nokia компаниясы делік кезінде өте успешный болған, өте успешный. Бірақ в один момент iPhone келді, Samsung келді, сөйтіп барып, енді ол не тұрады да, ол не ол бір ғана кнопкасы бар, олар жаман ғой дейді. Олар өтпейді дейді. Түсіндіре алдың ба? То есть реальность, мыняқта Nokia тұр, мыняқта iPhone келе жатыр, оларды перекрывать етеді, тут реальность меняется же, правильно? Осы реальность ауысып жатқан кезде адам деген ақиқатты мойындап, оны қабылдау керек қой. Он же должен подстроиться. Бірақ ол мойындамай, ол атпайды, ол анандай болады, ол мынандай болады. Бетіне де, артынан да айтатын болса не істейді? Құрдымға кетеді. Хумаза сүресі не жайында дедік? Қалай адам құрдымға кетеді, соны түсіндіріп отырып алады. Аср сүресі ше? Наоборот, жетістікке жетудің формасын түсіндіріп отыр. Иә, түсіндіре алдың ба? То есть мынандай, адамның өмірінде неожиданный бір ситуация болуы мүмкін, сол ситуацияға адаптироваться етудің орнына адамдар не істейді? Оны лучше обесценить ете салам. Өзің өзгергеннен көрі. Дейді да, оны хумаза мен люмаза болады. Жеткізе алдың ба ойды? Точно? Окей. Вот. Сондай нәрсе. Или же, давайте другой пример. Майкл Джексон деген фильм көрдіңіздер ма? Кинода шықты ғой. Майкл Джексон. Майкл Джексон әкесінің образы естеріңізде ма? Джо Джексон. Қатал адам ше, который прям жестко тәрбиелейтін. Майклды өсірді, өсіргеннен кейін у него же есть какие-то планы? Без Джексон несі, компашкасы, олар мировой турне жасау керек, олар былай істейді, олар былай пландар күшті да. Бірақ в один момент оның планы меняется, то есть разрушается только потому, что Майкл тұрады, мен ол командадан кетем дейді. Правильно? И не істейді? Майкл, сен деген менің әкелік саған жасаған нәрсен барлығын қадірлемедің, бағаламадың деп обесценивать жасайды. Понимаете? Ол не істеп жатыр? Хумаза мен люмаза болып жатыр. Понимаете? Когда реальность меняется, адамның ожиданиясын барлығы сынады ғой, сол кезде нужно уметь адаптироваться. То есть сүре осы нәрсені жеткізгісі жатыр. Ол деген біздің күнделікті өмірде всегда болады. Сен пландарын күшті қылдырып құрып тастайсың, ол пландарға дәме етіп отырасың, бірақ олар қирап бастаған кезде сен хумаза мен люмаза болып кетесің аяқ асты. Олай болатын болсаң, не болады? Уәйл горе болады. Жеткізе алдың ба? Сосын это өте опасный момент. Ондай болмас үшін деген под новую реальность нужно подстроиться. Настоящая реальностьте, келе жатқан реальностьті обесценивать етпей, өзің соған адаптироваться ете білуің керексің. Здесь то же самое. Валид ибн Муғира ақиқатты, мысалы, Ахнас ибн Шурейх, Валид ибн Муғира былай айтатын, пайғамбарымыз алейхиссалам үйінде Құран оқып жатқан кезде, есі бағана терезенің астына барып Құранды тыңдайтын дейді. Мынау екеу, сондай бір риуаяттар келеді, мынау екеу кездесіп қалады дейді ше, пайғамбарымыз алейхиссалам үйінің астында, терезесінің астында, сен не істеп жатсың, бұяққа келмейміз деп келіседі да, бірақ қайта-қайта кездесіп қала береді. Екеуі ше. Потому что Құранды это неоспоримый факт. Оны мойындайсың жүрегіңмен де, ақылыңмен де, тіліңмен де. И бұяқта мойындап жатқан кезде бағанағыдай реальностьтіні, вот Валид ибн Муғира мыняқта реальность келе жатыр, ислам деген, ол тұрады да исламды обесценить етеді да, сөйтіп барып өзін не істейді? Бағана хумаза мен люмаза болады, уәйл болады, соответственно, ары келесі аяттарда түсіндіреді, хутама болады, яғни тозақ болады. Nokia компаниясы обесценивать етіп условно құлады ғой, здесь то же самое, адам деген тозаққа құлады. Жеткізе алдың ба ойды? Что нужно было сделать? Аср сүресіндегідей иман келтіру керек еді, жақсы амал жасау керек еді, реальностьқа подстраиваться ету керек и бір-бірімізді сабырға шақыру керек еді. Түсіндіре алдың ба?
Понятно? бір нәрсе айтсам болады. Да, давайте. Біз просто недавно осы сабақты өттік та, именно осы кісілер туралы ше. И сол кезде айтады, что олар, оказывается, Абдул-Мутталибтің, они постоянно соревновались, вот, кім, Ибн Муғира. И Абдул-Мутталиб кетеді, он успокаивается, о, болды деген кезде, и здесь пайғамбар шығады ғой, через несколько, короткое время. И бұл еще больше не істеп қалады да, анау кетіп еді, и теперь еще больше бір не получился. Как сказать? Испытание, да, именно? Абдул-Мутталиб, ол деген пайғамбарымыз алейхиссалам бір қорған еді ғой. Бірақ өкінішке орай Абдул-Мутталиб ислам қабылдамай дүние өтті. Бағанағыдай, мысалы елестетіңіздер, енді кішкене, возможно, такой прямой вопрос. Мысалға делік, егер арғы ата бабам менің исламды қабылдамай дүниеден өтетін болса, мен оларға дұға жасай аламын ба? Сұрақ. Жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Жасай аламыз? Там же такое же. Кто-то говорит жасай аламыз, кто-то говорит жасай алмаймыз. Ну там почувствован десеңші, да? Ол деген тәубе сүресіне келеді ғой. Абу Талибтің как раз таки мысалында ғой. Абу Талиб пайғамбарымыз алейхиссалам ең жақын адам болады. Ең жақын адамдардың бірі болады. Қанша рет пайғамбарымыз алейхиссалам төбелестерден, көп жерлерден қорғайды пайғамбарымызды. Бірақ ол кісі дүниеде өтетін, ислам қабылдамай дүниеде өтеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам қабірінде тұрып дұға жасаған кезде аяттар түседі. Қабірде тұрып, бағанағыдай кәпірлерге дұға жасама деген. Сол үшін ауыр нәрсе негізінде, ауыр нәрсе. Сол үшін барынша өзіміздің жақын адамдарға максимально дұғада болып, да, бағанағыдай андай керек емес. Мен қазір барып уағыз айтып үйге барып ше, бәрін ислам қабылдатқыздырып жіберемін деген нәрсе керек емес. Дұға жасау керек да, көбірек. Тахаджудта. Имам Шафидің күшті сөзі бар ғой. Кім 30 күн қатарынан тахаджудқа тұратын болса дейді, дұға жасайтын болса, ол деген садақ атқан сияқты, оның садағы точно бағана жебеге тиеді дейді. Нақты тиеді дейді тахаджуд оқыған адам. Сол үшін тахаджуд деген шынымен өте күшті нәрсе. Советую. Хорошо. Понятно, да? То есть мияқта суть. Мияқта получается хумаза люмаза бар екен. Ол хумаза люмаза не себепті? Оның мал жинап, бір финансовый бір пландары болады, өзінің бір картинасы болады, ожиданиясы болады. Ол сына бастаған кезде, он частяға апармай жатқан кезде, ол он барлығын обесценивать ете бастайды, сондай адамдарға горе болсын дейді. Понятно, да? Хорошо. Давайте енді бізде сүре 9 аяттан тұратын болса, оның алғашқы 3 аяты бір тақырып жайында, қалған 6 аяты басқа тақырып жайында. Басқа тақырып емес, то есть соның продолжениесі. Здесь мысль останавливается. Понятно, да? Мысль останавливается. Давайте кеттік ары қарай оқиық. Калла лаюмбазанна фил хутама. Аудармаса. Давайте оқиық. Калла лаюмбазанна фил хутама. Олай емес, ол міндетті түрде хутамаға, жаханнамға отына тасталады дейді. Жақсы. Мынаны өшіре салайын, қарсы емес сіздер ғой. Бізде жәннаттың қанша есігі бар? Тозақтың? 9? Екеу 8-ден ба? Дұрыс, жәннаттың 8 есігі бар, тозақтың ша? 7. 8 бен 7, 8 көп па, 7 көп па? 8 7-ден көп, сол үшін Алланың мейірімі, Алланың қаһарынан қаттырақ. Алланың мейірімі. Осы белгі. Давайте оны бір не істеп шығайық. Мысалы, жәннаттың қандай есіктерін білесіздер? 8 есігі. Райян, машалла. Райян деген күшті есім да, Райян. Жоқ, Фердаус деген ол дәреже, есік емес ол. Жәннаттың сипаттамасын хадистерде қалай келтіреді? Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады ғой. Жәннаттың 100 дәрежесі бар дейді. Ол жоғары қарай барады дейді. Ең биік дәрежесінің аты Фердаус. Мынау дәреже деп аталады. Тозақ бар, ол деген 100 уровеньға астыға түседі, ол дәрекет деп айтылады. Даракат арабша, қазақша дәрекет. Дәреже, дәреке. Вот. Аят бар еді ғой, Тәубе сүресі. Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Мұнафықтар дейді, дәріктің ең астында дейді. Лицемерлар, мұнафықтар, егізлер, олар Құдай сақтасын неде дейді. Хорошо, Райян, потом. Қажылық, кстати, жақында болды. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан да бір күшті хадис бар. Қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат дейді. Елесеңізші, қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат дейді. Мәссаған. Қажылыққа мотивация ғой, өте үлкен мотивация. Қажылық есігі жәннатқа кіретін ары қарай. Жәннатқа кіргіміз келе ма? Машалла, садақа. Ораза ұстайтын. Мына аттарын жазып отырмыз ғой. Мынау Райян деген ораза ұстайтын адамдардың несі, есігі. Қажылық, садақа. Қараңыздар, бәріміз жәннатқа кіргіміз келеді ғой. Жәннатқа кіргісі келмейтін адам жоқ шығар. Сұрақ,
қай есіктен кіргіміз келеді? Фердос, дәреже дедік қой, есік. Қараңыздар, қажылықтан, иншалла, әмин. Енді қараңыздар, біз деген жәннатқа кіргіміз келетін болса, элементарно онда хотя бы оның аттарын білу керек қой. Мысалы, елестетіңіз, бір адресқа барасыз, бірақ адресті білмейсің. Тура сол сияқты да, бағана жәннатқа кіргің келіп тұр, бірақ оның аттарын білмейсің. Ориентир жоқ. Қалай? Понимаете? Давайте сол үшін аттарды мына жаққа жазып алайық, сөйтіп барып жаттап алсақ вообще нұр үстіне нұр. Садақа есігі бар, ары қарай. Джихад деген есік бар, иә. Джихад деген Алла жолында. Ол деген не обязательно бағанағыдай бізде қазір кішкене адамдардың ақыл санасын улады ғой, джихад деген соғысқа шығу. Жоқ, ең ұлы джихад деген адам өзінің нәпсісімен соғысқа шығу, иә. Өзінің еріншектігіне, нәпсісіне деген сияқты. Хорошо, джихад ары қарай. Садақа зекет екеуі бір нәрсе. Иман есігі бар, иә, иман келтірген адамдардың есігі. Да. Ары қарай. Тақуа? Аха, тағы. Бабу соля, дұрыс, намаз. Ары қарай. Зікір, иә. И соңғысы. Так, мына жақта бір нәрсе, мына жақта бабул иман. Ау? Иә, мына жақта иман емес. Иә, казиминал гойс вал афина анин нас деген ашуын басатын адамдар, кешіретін адамдардың есігі. Елестетіңіз. Мынау деген енді обобщенно ашу мен кешірім деген бұл эмоцияға байланысты ғой. Өзінің эмоциясын басқара алатын адамдар кіретін есік. Көркем мінезділік, иә. Адам деген эмоциямен өте көп қате жасауы мүмкін. Әркім өмірінде ондай примерлар бар шығар, қателікпен жасаған нәрселер, правильно? И представьте, соның барлығы, яғни эмоцияңды басқара алатын болсаң, саған бір жәннаттың есігі бар дейді. Сегізіншісі бабу тәуба. Тәубе есігі. Хорошо. Енді давайте, иншалла, мақсат қойып. Біріншісі джихад. Райян, қажылық, садақа, джихад, ашу мен кешірім, казиминал гойс вал афина анин нас, намаз, зікір, тәубе. Иншалла, ниет қойық, бір есікке кіреміз деп. Значит, сол ғибадатты көбейту керек деген сөз ғой. Бір ғибадат приоритете. Кстати, мынаны тақырыптан кішкене тыс тоже айтып кете салайын. Адамдардың тақуалығы әртүрлі болып проявляция етеді деген сөз жәннаттың есіктері. Соны білдіреді. Мысалы, елестетіңіздер, бір адамдар болады, тамаққа өте берік. Тамаққа деген кезде яшкино білесіздер ғой? Яшкино условно жемейді. Уақытта бір сомнительный нәрсе болуы мүмкін дейді, жемейді. Ашық харам деп тұр, сомнительный деп тұр, ол жемейді. Бір адам болады, оны жейді. Бірақ ол күніге тахаджудқа тұрады. Түсіндіре алдым ба? Біреу болады, ол бағана яшкинді жейді, тахаджудқа да тұрмайды, бірақ өте көп садақасын береді. Процентный соотношениеде. Суммада емес, процентный соотношениеде көп садақа береді. Түсіндіре алдым ба? Әр адамның алдыға тартатын бір тақуалық болуы мүмкін. А біз деген қалай ойлаймыз? Ол яшкіні жейме, бол. Адам деген өзінің тақуалығымен басқалардың барлығын салыстырады. Условно мен деген күшті намазға тұратын болсам, мен бәрі кім намазға тұрмайды, сол үшін мен үшін ол адам тақуа емес. Дұрыс түсінік па? Жоқ, дұрыс емес, қате түсінік қой ол. То есть әр адамның алға тұтатын бір тақуалығы бар, соған қарай фокус қою керек. Поэтому не надо осуждать людей. Возможно, сіз бір определенный ғибадатта тақуасыз, бірақ басқа адам ол басқа ғибадатта тақуа. Түсіндіре алдым ғой? Бірақ 8 есектен де кіретін адамдар болады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам айтады ғой, Абу Бәкір, мен үміт етемін, сол сен адамдардың бірісің дейді. 8 есіктің барлығы саған ашылады дейді. Елестетіңізші, 8 ғибадаттың барлығы Абу Бәкір радиаллаху анхуды дамыған. Өте күшті дамыған. Жеткізе алдым да? Хорошо. Давайте енді тозақтың қандай 7 есімдерін білесіздер? Амнан білмеген дұрыс негізінде. Қайбат, так. Ширк. Жоқ, бұяқта мынандай абстрактный нәрселер емес, уже точный есімдер бар, Құранда сипатталған. Мысалға делік Джахим. Джахим деген естіген шығарсыздар. Джахим, Сағир. Сағир деген бізде Мүлк сүресінде келеді. Хутама бүгінгі сүре, Хутама. Ары қарай. Қандай? Сағир, айттық. Лазо, аха. Джахим, нәр деген жоқ, басқа. Тағандай бар? Хутаман айттық. Лазо. Хауия деген бар? Сақор, Сақор. Ары қарай. Джахимді айттық. Джаханнам, Джахим и Джаханнам. Саир.
Саир. Да, айн ғой. Сағир қазақша ғ. Арабша айн. Жахим. Міне қараңыздар. Жахим, саир, хутома, лазо, хауия, сақор, жаханнам. Бұны білмеген дұрыс. Бірақ өтеге. Тақырыпқа қатысты болғаннан кейін өтеге. Қараңыздар, бақта енді просто бұл аттар емес қой. Бұның да бір принадлежности бар. Мысалы, Хумаза сүресінде қай есім аталады тозақтың? Значит, хутома деген ол қандай адамдардың кіретін есігі? Иә, өзінің тілдеріне ие болмаған, дүние мал мүліктеріне сараң болған деп айттық бағана, оған қатысты адамдардың барлығы Құдай сақтасын, хутомадан кіреді екен, иә. Мына мысалға делік мүлік сүресін оқитын болсақ, саир жайында айтылады, ал мүлік сүресінде мына кәпірлер жайында айтылады. Немесе осылай мынаны елестетіңіздер, мынау кәпір иман келтірмеген адам болатын болса, да? Мына тағы да біреуі лазома, хауияма неге қатысты? Пұттарға табынған адамдар. То есть кәпір бөлек, пұтқа табынған адам бөлек қой. Правильно? И әр адамның санатына байланысты тозақтың бөлек есігі бар. Мынау просто аттар емес, әр бірінің өзінің санаты бар. Оны бірақ мен білмеймін. Білмегенде дұрыс. Есіктер. Елестеріңіз бір дворец бар да? Үлкен бір дворец бар, сол есіктер. Ары қарай уже уровеньдер. Ол басқа нәрсе. Жоғары қарай жүреді жаннат, ол қалай аталады бізде? Жоқ. Дәреже. А тозақ? Дәреке. Дәрекет деп аталады, окей. Хорошо. Давайте енді мына төртінші аятта бізде былай келді ғой. Калла ла юмбазанна фил хутама. Жоқ дейді. Жоқ деп нені айтып жатыр? Олай жасама деп тұр. Я? Жаман сөз айтпа деп тұр. Егер сен пландарың жүзеге аспай қалатын болса, ожиданияларың жүзеге аспайтын болса, сен одан да адаптироваться ет, адамдарды обесценивать етпе деп тұр ғой. Простыми словами, если сказать, да? Жоқ, олай істеме дейді. Егер олай жасайтын болса, ла юмбазанна фил хутама. Аудармасы қалай? Лақтырылады хутамаға. Я? Лақтырылады. Не үшін? Ол кіреді емес, лақтырылады. Қалай ойлайсыздар? Сырат көпірінен лақтырылды. Өте жақсы күшті пойын. Машалла. Тағы? Мынау жоғарыда айтылған аяттарда ол адамның несі қандай еді? Чувствосы. Возвышение, да. Мен деген мынам барлығын мал мүліктің есімін ғой дейді. Мен ғой лақтыратын дейді. Мен ғой иемденетін. Я управляю всеми ресурсами дейді. А в этом случае ол өзі ресурс болып тұр. И ол бағанағыдай отын ретінде лақтырылып жатыр. Тозақтың сипаттамасында Бақара сүресінде аят келетін еді ғой. Тозақтың отыны адамдар мен тастар болады дейді. Тозақтың отыны адамдар мен тастар. Өте ауыр аят. Вот. Окей, хорошо. Түсінікті. Хутаманы түсіндік. Не үшін лақтырылады деген нәрсені түсіндік. Ары қарай давайте оқиық. Уама адрока мал хутама. Аудармасы? Риторический вопрос па? Риторикалық сұрақ, не нуждается в ответе. Мысалға делік бізде Қадыр сүресінде де уама адрока ма лайлатул қадр деп келеді ғой. Не үшін Алла Тағала бірнеше жерде осылай риторический вопростар қояды? Чтоб человек задумался. Мына есть тафсир глубже. Былай айтылады, адам өзі ақыл санасымен жете алмайтын нәрселерді Алла Тағала риторический вопрос ретінде қояды. Знаешь ли ты? В плане ты не знаешь. Алла Тағала бізге білдіртпесе, біз оны мүлдем білмейміз. Представьте, Алла Тағала бізге білдіртпейді то, что жындар бар екен. Могла же быть вероятность, то, что біз жындар әлемін білмеуіміз мүмкін еді ғой? Вероятность могла быть. Білмейтін болсақ, күніге бастырылған кезде не деп ойлайтын едік? Да, условно, я не знаю, адам жынды болып кететін болса, біз не ойлайтын едік? Понимаете, Алла Тағала бізге білдірткеніне шүкір. И точно так же, мына хутаман сен не екенін білесің ба дейді, то есть ақыл санаңмен өзің хутама деген нәрсеге жете алмайсың. Кейбір нәрселерге жете аласың, бірақ именно осындай контекстта келген аяттарға адам ақыл оймен жете алмайды. Лайлатул қадр деген священная ночь екенін біз қаяқтан білеміз, Алла Тағала бізге білдіртпесе. То, что бүкіл әлемде періштенің бағанағыдай бүкіл жерде періште тұрады. Клочок земли болмайды, періште жоқ. Представляете, Алла Тағала бізге білдіртпесе, біз оны мүлдем білмейтін едік. Понимаете? В этом контексте приходит. Уама адрока дейтін болса, значит, Құранда сол нәрсе ақыл оймен жете алмайсың, Алла Тағала білдіртіп жатыр, өте маңызды нәрсе деген сөз. Окей? Уама адрока мал хутама. Қадыр сүресінде келтіріледі, осы хутамада келтіріледі. Тағы да бар, я. Ары қарай, наруллахил муқада, аудармаса. Алланың оты. Смотрите, мына арабская не? Алланың оты.
Разожженный огонь, да. Алланың оты. Бағана, помните, дәрістің басында кіріспеде айттық қой, Хумаза деген тозақтың сипаттамасындағы ең ауыр сүрелердің бірі деп айттық, тура сол секілді. Не үшін деген кезде, потому что именно осы сөз тіркес келеді, Алланың оты деген. Елестетіңіздер, президенттің үйі дейді. И просто үй бар. Айырмашылықтар үлкен бар? Да? Мысалға делік просто шапан бар, пайғамбарымыз алейхиссалам шапаны бар. Понимаете, принадлежностьқа байланысты ол деген өте үлкен значимостьқа ие болады. Правильно? И мына жақта Алланың оты деген кезде просто от емес, жандыратын от емес. Ол Алланың оты, который разожженный, жоқ қылдырып тастайтын. Не то, что адамның денесін, адамның бүкіл ішкі рухын жоқ қылдыратын от. Поэтому солай сипаттайды. Понятно, да? Енді қараңыздар, давайте посмотрим на вот эти вещи. Мына жақта маңызды нәрсені, этимология деген нәрсені айтып отырдық қой. Хутома деген арабша хатома деген сөзден шығады. Хатома деген езу деген сөз, аяқпен таптау. Аяқпен растаптайды деген сөз, хутома. Бұл деген хутома деген қандай адамдар үшін дедік, тозақ? Иә. Олар не істейді? Жаман айту, жаман сөздер айту арқылы адамның абыройын не істейді? Сүрет. Ол деген кездесетін мәселе. Мысалы делік, сізде арттан бүкіл адамдар жамандап жатса, сіздің авторитетіңіз құлатып жатса, это же неприятно. Сен білмейсің, бірақ сен авторитетің түсіп жатыр почему-то. Понимаете? И здесь то же самое. Егер олар деген өзінің сөздерімен адамдарға білдіртпей, біреудің абырой даңқтарын түсіретін болса, Алла тағала оларды не істейді? Езеді. Логично, значит, это должно называться хутома. Понятно, да? Этимология жағынан қарайтын болсақ. Енді давайте соңғы осы оқыған үш аятты соединим. Калла лаюмбазанна фил хутома ва ма адрака мал хутома наруллахил муқада. Аудармасы жоқ, ол хутомаға лақтырылады дейді. Ең біріншісі сұраққа жауап береді, ол қандай от? Ол деген езетін, жоқ қылдыратын, андай былай басып тастайтын отқа лақтырылады дейді, отты сипаттайды. Сөйтіп, езетінен кейін ол кімнің оты екенін түсіндіріледі. Кімнің оты? Алланың оты. И ол деген қандай от екенін түсіндіріледі. Муқада, аудармасы разожженный. Да, то есть жандырылған. Мысалы, представьте, вот это здание, оно разрушено. Первое предложение. Оно разрушено. Второе предложение, оно разрушено от Акима. По приказу Акима дейді. Второе предложение. И третье предложение, это здание разрушено по велению Акима специально для особых назначений дейді. Понимаете, детальность берген сайын бағанағыдай картина бір четкий отыр, и сен уже сөзің жоқ қой, просто разрушено десең, кішкене ойлану мүмкін, не үшін, қалай, почему деген. А мына жақта от Акима деп айтатын болса, хорошо, түсіндім. А мына жақта специальное назначение деп несек болды ғой. Понятно, да? И здесь то же самое. Ол деген тозаққа лақтырылады дейді, хотамаға. И ол кімнің оты дегеннен кейін, ол қалай болғаннан кейін, все понятно. Мынау нәрсеге жақындаудың қажеті жоқ. Хумаза люмазаға керек емес жақындау. Окей. Кстати, осы маңызды нәрседе нужно это тоже упомянуть. Няқта тек қана анандай емес, жаман сөз деген ашық нәрселер ғана емес. Өтірік айту понятно. Жаман сөз айту, то есть боқтау тоже понятно. Адамға білесің ма, прикол ұстайсың ғой, әзіл тастайсың, бірақ адамға тиесің. Иә. Осы нәрсе де, ол да ауыр нәрсе. И вот представьте, условно сіз достарыңызбен бірге бір нәрсені пландадыңыздар, ақшалай қарым-қатынас бар ол мәселеде, и ол деген жүзеге аспай қалды, вы это простили словами, бірақ кездескен кезде прикол ұстап анаға тиесіз. Болады ғой ондай ситуациялар адамдарда ше. И вот это вот неправильно. Это как раз таки сол деген хумазаға жата ма, люмазаға жата ма? Люмазаға жатады, потому что қасында тұрып оған прикол ұстайды, бетіне қарап тұрып. Ей, сен мынандай едің ғой деген сияқты ше. Вот, это тоже нельзя. То есть это казалось бы. Это во всех взаимоотношениях межличностных. То есть это муж и жена, друзья, да, с детьми. Яғни тілге адам ие болу керек. Хадистар бар ғой, адам деген бағана екі жақтың, екі бұттың арасына нәрсеге ие болатын болса, мен оған жәннатты кепілдік етемін дейді, гарантия беремін дейді. То же самое, мына жақта 50% зависим болып тұрған тіл. Тілге өте берік болу керек. Честно, өзім де осы дәріске дайындалып жатқан кезде бір еске түсірдім.
сіз осыны айтпасаңыз алла разы болсын осыны несіге. Мен қай достарыма тиіскен едім деп есіме түсіріп отырдым. Сөйтсем бірнеше адам все-таки прикол ұстап, возможно, тиіскен шығар мәзіл тастап деп ойлаймын. То есть это стоит рассмотреть все-таки. Тілге берік болуға, егер адамдардың, возможно, кішкене тиіп кеткен болсақ, кешірім сұрауға, это стоит задуматься. Бұл деген уже коучтарға сұрақ деген. Сарказм ашық не ма, ашық романда ма? Қорғану керек қой? Қорғанған кезде ол кісінің тоже Нет, смотрите, давайте бір историяны келтірейін. Бізде мынандай ғой, бір сұрақ қоясың, ол сұрақ қойған кезде адамдар деген обычно ашық жауап бермейді, оны бір астарлап, бір оқиғалармен есеп, біз солай жауап берейік бүгін. Мынаны қараңыз, мынандай бір оқиға келсет, балықшылардың оқиғасы дейді. Бір етсе, бір адам бағана ислам деген не дейді, да? Бір шәкірт келеді ұстазына, ислам деген не дейді. Сөйтіп, ұстаз сұрады да, шәкіртке айтады, жүр, менімен бірге дейді, и балықшыларға барады. Білесіз бе оқиғаны? Естігесіз қой да? Вот, балықшыларға барады да, бірінші балықшы отыр дейді, мына жақта қармағын тастап, осылай балығын аулап отыр. Ұстаз келеді дейді да, анау балықшын бір тебеді. Келеді да, артынан бір тебеді. Сөйтіп, анау балықшы ашуланып кетеді да, тұрып, сен не істеп жатсың дейді, ананы да бір тебеді. Сөйтіп, шәкіртіне қарайды да, түсің ба дейді, дейді, хорошо дейді. Жүр кеттік дейді. Келесі балықшыға барады. Анау балықшы тоже самый қармақпен отыр. Ұстаз келеді, анау балықшын бір тебеді. Анау отырады да, қап, әттеген ай дейді да, кешірдім сені дейді да, қайтып отырады. Сөйтіп, түсінің ба дейді, шәкіртіне қарап, кеттік ары қарай дейді. Үшінші балықшыға барады да, анан бір тепкен кезде, анау деген бұлай кішкене қарайды дейді да, сөйтіп ары қарай балығын аулап отыра береді дейді, сөз жоқ дейді. Төртінші балықшыдан кеп тепкен кезде, ол деген тепкен кезде былай тұрады, я Аллахым шүкір сен маған сынақтар беріп отырсың, сен мені ұмытпадың деп сәждеге жығылады дейді. Түсінікті да история? И здесь то же самое да, адамдардың уровень тақуалық. Адамдарға қосос деген нәрсе бар. То есть око за око деген нәрсе бар, зуб за зуб, глаз за глаз деген нәрсе. Сен жамандадың ма, ты тоже имеешь право, сен жамандай аласың, құқың бар. Сен ақын көріп отырса, сен ақын көр. Да. Но это градация. Мына жақта бір екінші адам сабырын сақтады. Үшінші адам почти что не отреагировал, а төртінші адам тек қана шүкірмен отреагировал. Понимаете? Бағана біз деген мынандай бір нені айтамыз ғой дәрістерде. Что такое иман? Иман деген сөзге бір определение беретін болсақ, иман это розовые очки человек, который никогда не ломается. Пайғамбарымыз алейхиссалам, бүкіл пайғамбарлардың өмірлері қиын болды ма негізінен сынақтармен? Олар бақытсыз болды ма бірақ? Понимаете? Қандай сынақтарды олар көтерді, бірақ бақытсыз деп айтамайсың, олар бақытты болды. Только потому, что у них были очки, которые называются иман. Иман деген очкиді киетін болса, адам онда бүкіл ситуацияны тек қана жақсы жағынан түсінеді. Жеткізе алдым ба? Бірақ обобщенно осылай. Окей? Надеюсь, смог ответить, да? Я. Алланың ақысымен адамдардың ақысы ғой. Мысалы, біреуді білмей, я болмаса әдейі біліп, ренжітіп қалдым, және ол адамның ақысына кіріп кетті. Енді Аллах тағала Алла мен құлдың арасында қалған кінәларды тәубе етсе кешіре алады. Бірақ адамның басқа адамның құлдың ақысына кірсе, ол адам кешірмей, Аллах тағала кешірмейді. Бірақ мысалы осы қазір бүйтіп ойланып қалып, мен мына кісіні ренжіткен екенмін ғой деп, енді ол адамның ақысына кіргенін біліп қалдым. Енді біраз жыл өтті, соған бүйтіп іздеп, жазып, мен сені осындай кезде ренжіттім деп ол адамға сол ренішті қайттан еске түсіріп, кешірім сұраған кезде ол қалай кейбір адамдар таба алмайсың, кейбір адамдар уже контакт жоқ, связь жоқ. Біреуді неден өтіп кетті, возможно. Мысалы, біреуге ол ауыр тиіп, ол наоборот әлі мүмкін сол естелік ашуын келтіріп, одан санайын анау адам қызып. Мысалы қараңыздар, елестетіңіздер, адамды ренжіттім. Ол жаман эмоция испытывать етіп жатыр ғой. Да? Дұға жасау бір нәрсе. Ол адам мен таба алмасам, оның атынан садақа бере аламын ба? Это ахиретте его же обрадует. Понимаете? Ол адамның атынан. Бәдәл умра жасаған кезде біреудің атынан, неважно ол тірі, неважно ол мәйіт болатын болса, оның атынан умра жасай аласың. Оның атынан дұға жасай аласың. Видите, то есть бұяқта суть в том, чтобы реабилитировать ситуацию. Ана адам ренжіткен болса, не обязательно барып, ой, есіңде ма, мен сен 7 жыл бұрын ренжіткен деп емес. Просто давай көрсейік, көп болды көріспегелі деген сияқты. Давай жүр, тамақ жейік, обед жейік деген сияқты. Просто обедпен, я не знаю, угостить, наладить отношения. Түсіндіре алдым ба?
Если человека нету, онда просто дұға жасау, садақа беру, умра жасау возможно, жақсы амалдар. Садақа жария деген нәрсені білесіз ғой? Жүретін садақа. Жүретін садақа. Жария деген ашық садақа емес, жүретін садақа. Жалғасын тапқан, да? Сол садақа жария возможно. Түрк тілде вакф деген нәрсе бар. Арабтарда вакф деп айтады. Мысалы, мынау Құран кітапты білетін шығарсыздар, именно осы кітапты, жасыл кітапты. Мына жақта егер оқитын болсаңыздар, астында былай жазылып тұр. Вакфу лиллахи та'аля мин хадамил харамейни шарифейн ал-малик Абдуллахи Абдул Азиз ас-Сауд ва ла яджузу бай'уху дейді. Аудармасы мынандай. Вакф дейді, мынау кітаптар шығарылады ғой біреудің ақшасына. Бұл да қаражат қой. Бірақ бұларды сатуға болмайды дейді, потому что мынау осы нәрсенің барлығын жасаған адам өзінің қаражатын дүниеден өтіп кетті. Осы Құрандардың барлығы мен дүние өткеннен кейін пайдама шығарылсын, тегін таратылсын деген вақфы. Осы садақа жария. Ол бір бизнес ашып кеткен. Ол бизнестен түсетін пайда, ол деген адамның өзінің пайдасына бармайды, тек қана садақаға барады. Именно в этом плане. Түсінікті ғой? Вақф деген нәрсе. Біреудің атына вақф ашуға болады. Түрктерде ол өте қатты дамыған. Мысалы, бағана медреседе оқыдым дедім ғой дәрістің басында. Бізде медреседе мынандай болатын. Тегін бізге бағана обед, ужин, завтрак, біреулерден тағы да бір нәрсе алып келеді, анау алып келеді, мынау алып келеді, мә деп ойлайсың. Жәннат қой деп, күшті ғой деп ше. Тегін келіп жатыр да бүкіл дүние. Ал деген біреулердің вақфтары да негізінен. Жеткізе алдым да? Бір нәрсе есіме түсіп кетті. Аха. Биыл деген мектеп бітіргендерімізге 40 жыл болды. Машалла. Сол 40 жылдан кейін енді класстастар кездесу болды ғой. Содан бір жақсы класстас қызым подругам барып еді. Сол мектеп бітіргеннен кейін сөйлеспей қалды менімен. Өзімен өзі. Былай бір-екі рет кездескенде де амандаспайды, сөйлеспейді. Содан деген енді 40 жылдан кейін маған звондап айтады, сен сөйлесейін деп едім дейді. Мен иә, конечно, давай не болып па. Содан білесің бе сен, біздер мектепте оқып жүргенде сен маған айтыпсың, қыздарға маған бір жігіт келіп жүр деген. 40 жыл енді өзінің немерелері бар да. Содан негізінде ондай нәрсені айтқан да жоқпын да. Бірақ соны таңғалам, 40 жыл сол адам жүрегінде сақтап, енді жастарымыз 60-қа жақындады ғой да. Ол даже кірейін десе де білмейсің, ал бір жағынан ол ренжіп жүргенде, оны білмеймін ғой ренжіп жүрген да. Сонда ол маған да күнә болып тұр ма? Қалай болады сонда? Аллаху алам, Алла тағала білуші негізінде бүкіл нәрсені ше. Бірақ дегенмен де сол бағанағыдай максимальный ситуациялар реабилитировать етуге тырысу керек адамдармен. Жоқ, мен айттым, это вообще чепуха, даже ондай болған да жоқ негізінде да, давай уже енді үлкейдік қой, ондай нәрселерді жүрегімізде сақтай алмай ақ қояйық деп, Құдайға шүкір кездесіп, екеуміз отырып шай ішіп әңгімелесіп, енді тату болдық. Бірақ ойлаймын, кейбір адамдар солай айтып, это же интерпретация же, сол ойлап қалу да, и ренжиді. Он, например, ладно, мен емес басқа адамға солай ренжіп нетсе де, онда грех ана кісіге болып тұр ма, сол ренжіген адамға, бұл қалай болады? Несправедливо, когда ты обижаешься. Ау? Айтпайды тұр ғой, енді кім ондай нәрсеге айтпайды тұр, ладно, шыны керек, даже времени разбираться. Давайте дәрістен кейін этот момент более детально обсудим. Мне кажется, тут нужен развернутый ответ. Да? Ну, дәрістен кейін істесек, жақсы болатын сияқты, хорошо? Окей, давайте, дәрісті аяқтайық, аяттарды не істеп. Мына жақта, получается, біз 3 аятты подытожили. Алғашқы 3 аятты түсіндік, да? Ол қандай люмаза мен хумаза. Келесі 3 аят деген ол езетін от, ол кімнің оты, ол қалай болатын от екен түсіндірілді. Да. Соңғы 2 аят иннаха алейхим муъсада аудармасы. Да. Ол ішіне тасталғандарды жан жағынан құрсаулап жауып қалады дейді. Муъсада. Да. Фи амадим мумаддада. Оған тасталғандар ұзын-ұзын от жалындары бағаналарға байлаулы күйде қалады дейді. Енді қараңыздар, адам тозаққа кіреді деп отыр ғой мына жақта. Бағана келесі 3 аятта ше. Тозаққа кірген кезде ол есіктер жабылып қалады деп тұр ғой. Иә, жабылып қалады. И ол есіктер жабылғаннан кейін ол уақыттан шыға алмай қалады. И мына жақта столб болады, столбқа байланып қалады дейді. Это же все сравнение же. Почему столб? Столб деген не? Мысалға дел келесеріңіздер, мына столб тұр. Егер мына ханым сіз деген арқаңызды сүйеп отыратын болсаңыз, вам удобно будет. Правильно же? И здесь то же самое. В принципе, адам деген байлықты бағанағыдай жүріп тұрған бизнестары, ол деген арқа тіреу болады, арқа сүйер нәрсесі болады деп тұр. Правильно? Он же так считает. Валид ибн Муғира бағанағы бизнестары, қажылықтардан кейін кезде барлығын жасаймын деп ойлап тұр ғой. Но на самом деле дейді, ол деген оған бостандық бермейді дейді, он наоборот он сковывает етті, он қияметте осылай ұстап тұрады дейді ол байлығы. Түсіндіре алдым ба? Потому что он не может принять истину. То, что реальность может меняться.
Да? Осы нәрсе. Почему сомкнется? Потому что ол деген сол ақшасының арқасында всегда выход бар деп ойлайды. Адамдарда сондай түсінік қой. Мен ақшам бар болғанымда всегда есіктер маған ашылады. Все будут мне рады деп ойлайды. Бірақ тут обратная сторона, ол есіктер жабылады дейді. Сода деген кезде, как оно звучит, да? Грубо, закрытие сияқты, есікті тарс етіп жапқан сияқты естіліп отыр. Сода болады дейді. Қысқаша айтқан кезде осы 9 аяттық тәпсір бір картина қалыптастыра алдық па осы сүре жайында? Про что это сура? Түсінікті ғой, да? Давайте енді 1 сағат аяқталып қапты, хатым дұғасын жасайық. Иншалла дәрістерімізді аяқтаймыз. Жетпер уже асыр уақытын, намаз уақыты, намаз оқып тіпті керемет болады. Иншалла. Так, давайте онда бір дұға жасап жіберейік. Дәрістің соңына таман. Мына жақта хатым дұғасына бір кісілер есімдерін жазған еді, сол есімдерді айтып дұғасын жасап жіберейік. Хаша? Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Qur'анил харим, фил Qur'анил карим, ва нафа'ани ва ийякум бима фихи минал аяти ва зикрил хаким. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ва саллаллаху та'аля аля сайидина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва Алла тағалам, бүгін біз қасиетті Құранды толық хатым етіп оқып шықтық. Осы оқылған Құранның сауабын әуелі ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның рухына және бүкіл әулие әмбелерге және дүниеден өткен ата-аналарымызға, ата-бабаларымызға, туған-туыстарымызға, ұстаздарымызға және барша мұсылман марқұмдарға бағыштаймыз. Сондай-ақ, уа Раббым, осы есімі аталған кісілердің рухтарын жарылқа және осы жерден қолын жайып дұға жасап жатқан адамдардың ата-бабаларына мейіріміңді бөле. Айта кететін болсақ, Мысырбайұлы Қасым, Қасымұлы Ерікжан, Кеншібайқызы Баян, Әлжанұлы Мәдібек, Өтетлеуұлы Әлжан, Оңғалиұлы Қартмағамбет, Қартмағамбетұлы Асқар, Қартмағамбетұлы Асылбек, Мариям Дәулетқызы, Сейдабулла Сейдуллаұлы, Зүлфия Сейдабулла қызы және осы кісілердің иман жолына келу үшін жолдары ашылу үшін дұға жасаймыз. Болатжан Көпбайұлы, Тұрсынхан Нұрамбек қызы, Сейітбек Әділбекұлы, Темірлан Болатжанұлы, Әсем Айдана Болатжан қызы және Мөлдір Болатжан қызы. Уа Раббымыз, олардың қабірлерін нұрға толтыр, күнәларын кешір, дәрежелерін көтер, қабір азабынан сақта. Оларды өз рахымыңа бөлеп жәннәтул фирдаусқа кіргізе көр. Бұл Құранның әрбір әрпінен болған сауапты оларға жеткізуді нәсіп ет. Артымыздан дұға қылатын ізгі ұрпақтардан болуды бізге де нәсіп ет. Уа Алла, тірілерімізге береке, марқұмдарымызға рахым бер, дұғаларымызды қабыл ете көр. Амин, амин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Көп рахмет сіздерге дәріске қатысқандарыңыз үшін. Алла жазса, енді біз осылай апта сайын дәрістер жасап отыруға ниеттіміз. Байқап жатырмын, мына 2 кондиционер керек екен, біреу емес. Иншалла оны да ұйымдастырамыз. Сол. Көп рахмет. Дәріс аяқталды. Жақсы. Среда күні Алла жазса барынша ұйымдастыруға тырысамыз. Но в основном, иншалла, вот офлайн, да, будем стараться почаще, иншалла. Бізде дәрістерде именно Құран араб тілі ғой. То есть у нас академия в основном тек қана Құранды үйретеді, с нуля таджвид и арабский язык, чтобы понимать Құран с оригинала. Детям бар ма? Я әрине. 10-11 лет. Можно. 7 жастан бастаймыздар біз. Кімге қылар осы? Қайрат. Жазған қыздарға ма? Я сізге жазған